Достар, сіздердің Хаббл заңы туралы естулеріңіз бар ма? Егер жоқ болса, онда видеоны соңына дейін көріңіздер. Хаббл заңы астрономия тарихындағы ең үлкен жаңалықтардың бірі болып табылады. Осы заңды 1913 жылы Андромеда тұмандығы мен басқа да объектілердің күн жүйесіне қатысты орасан зор жылдамдықпен қозғалатынын анықтаған американдық астрофизик Эдвин Хаббл ашқан болатын. Хаббл заңы біздің әлемнің үздіксіз кеңеюін дәлелдейтін формуламен өрнектелген. Хаббл заңы галактикалардың жерден қашықтығына пропорционал жылдамдықпен алыстайтынын көрсететін космологиялық заң болып табылады. Басқаша айтқанда, галактикалар неғұрлым алыс болса, соғұрлым жерден тезірек алшақтайды. Галактикалардың жылдамдығы олардың қызылығысуымен анықталады, яғни галактикалар шығаратын жарықтың көрінетін спектрдің қызыл жағына қарай ығысуымен анықталады. Хаббл заңының математикалық түрде өрнектелуі келесідей. Мұндағы В галактикалардың алшақтау жылдамдығы әдетте километр секундпен өрнектеледі. H пропорционалдық коэффициенті Хаббл тұрақтысы, ал R мегапарсекпен өлшенетін бақылаушыдан галактикаларға дейінгі арақашықтық. Қазіргі уақытта Хаббл тұрақтысы шамамен 75 км секунды мегапарсекті құрайды. Осы заңға сәйкес Хаббл сферасы деген ұғым бар. Ол бақылаушыны қоршап тұрған кеңейіп жатқан әлемнің аймағы. Одан тыс жерде объектілер бақылаушыдан жарық жылдамдығынан жоғары жылдамдықпен алшақтайды. Хаббл заң Хаббл диаграммасы арқылы оңай бейнелеуге болады. Ол бақылаушыдан қашықтығына байланысты объекттің жылдамдығын көрсетеді. Бұл диаграммадағы түзу Хаббл заңының көрнекі түрдегі көрінісі болып табылады. Хаббл заңы қазіргі таңдағы космологиялық зерттеулерде маңызды рөл атқарады.